Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шакшука дайындайтын боламыз. Бұл Израиль елінің таңғы асы. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай пиязымызды майда етіп турап алатын боламыз. Содан соң чесноктарымызды осылай майда етіп турайтын боламыз. Немесе арнайы үккіштен өткізіп алсаңыздар болады. Содан соң помидорымызды алып, осылай ортасынан бөліп, үккіштен өткізетін боламыз. Қабығын бөлек алып тастайсыздар. Бізге осылай суы шығып, помидор өте әдемі болу қажет. Помидордың барлығын осылай жасап шығасыздар. Енді қызып тұрған табада осылай пияздарымызды қуырып алатын боламыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ, кішкене сарғайтып алсаңыздар болды. Содан соң чесногымызды салып, барлығын араластырып, тағы да кішкене қуыратын боламыз. Енді помидорымызды құйып, барлығын араластырып, 5-10 минуттай тағы да қуыратын боламыз. Бізде дайын болып қалды. Енді оттың астын пәсейтіп, баяу отта пісіретін боламыз. Енді жұмыртқаларымызды осылай бір-бірден салып, бетіне тұз себетін боламыз. Қалауларыңыз бойынша қызыл тәтті бұрыш қоссаңыздар болады. Енді бетін жауып 5-10 минут баяу отта пісіретін боламыз. Жұмыртқамыз қатты пісіп кетпеуі қажет. Дайын болғасын бетіне ас көк себетін боламыз. Өте дәмді керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.